Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін майтары немесе кейбір өңірде майсөк деп аталатын тәтті тағамды дайындаймыз. Бұл біздің ұлттық тағамдарымыздың бірі. Бізге ең алдымен тары қажет болады. Содан кейін сары май, сүт және қант қажет болады. Ең алдымен керек десеңіз, тарыны қызып тұрған табаға орташа отқа түсін өзгертіп қызарту үшін қуырып алсаңыз болады. Мінекей тарыны кішкене ғана қызартып алдым. Келесі кезекте осы тарыға өте қатты қайнап тұрған суды құйып, 2 қайтара жуып алдым. Бізге судың өте қатты қайнап тұрған өте маңызды, өйткені тары қажетті мөлшерде пісіп, жұмсарып қалады. Мінекей тарымызды жақсылап жуып алдық. Ендігі кезекте бізге сүтті де қайнату қажет болады. Содан кейін қайнап тұрған сүтті сол тарының үстінен құямыз. Сүттің мөлшері тарының бойымен бірдей болуы керек. Содан кейін бетін жақсылап жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне тары барлық сүтті өзінің бойына сіңіріп алды. Ендігі кезекте таза майлыққа осының барлығын жайып кептіріп аламыз. Мінекей тарымыз толықтай кепті. Енді үлкенде ыдысқа салып, қантын және сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Міне ұлттық тағамдарымыздың бірі майтары дайын болды. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк қалдыруды ұмытпаңыз.